Сәлем достар, сіздермен мен Әйгерім Мырзабек. Сіздермен бүгін бауырдан жасалатын котлеттің рецептімен бөліскелі отырмын. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдыменен бізге бауыр қажет болады. Бұл жерде менде 2 кг бауыр, одан соң 2 сәбіз, 1 пияз және де сарымсақтар қажет болады. 5-6 дана. Барлығын ашып дайындап алатын боламыз. Ең алдыменен бауырды бөліктерге бөліп аламыз. Сонда бізде ерітатқыштан өткіземіз барлығын, сондықтан майдалап турап алатын боламыз. Барлығын майдалап турап алғаннан кейін ерітатқыштан өткізіп аламыз. Мен толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жақтан өтіп көрсеңіздер болады. Құрамына қанша граммнан кететінін барлығын жазып кететін боламын. Өз қалауларыңызша қаншадан жасай берсеңіздер де көбейтіп азайтып жасай бересіздер. Өте дәмді, керемет болып шығады бауыр котлеті. Өзіме өте қатты ұнайды бұл котлеттер. Әрі пайдалы. Барлығын өткізіп болғаннан кейін үстінен жұмыртқамызды жарып салып алатын боламыз. 2 кг бауырға 4 жұмыртқа қостым. Жұмыртқамызды да жарып жақсылап араластырып аламыз. Менің каналыма тіркеліп, каналымда түрлі рецепттер бар. Өтіп, қарап көрсеңіздер болады. Керекті рецепттерді каналымнан табасыздар. Торттардың, тағамдардың, салаттардың. Одан кейін үстінен 1 кесе сүтімізді құятын боламыз. Сүтімізді құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлығын біркелкі етіп араластырып алдық. Енді табаға май құйып, майымызды қыздырып, пісіріп алатын боламыз. Орташа деңгейде майды құйып аламыз. Дәл видеодағыдай кішкене бөліктерден салып, пісіріп аламыз. Екі бетінде қызартып пісіреміз. Барлығын осылай пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Той жиындарға да жасай берсеңіздер болады. Керемет шығады. Каналыма тіркеліп, соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.